Ансыр бұл виолончель деген аспап. Бұл Италияда пайда болған, 16 ғасырда пайда болған. Ең бірінші бұны аспапты тек қана сүйемелдеу үшін ғана қолданылған 16 ғасырда. Кейін жаймен келе Страдивари сол кісілер виолончельді жақсылап өзгертіп, жеке соло ойнауға да қолдана бастады. Қазір виолончель кең диапазонды аспап болып танылады. Бұның дыбысы төменгі дыбысты да, жоғарғы дыбысты да ала береді. Бұл аспап Европаның ең жаңағындай аспапты Европада кең қолданылған. Кейін келе бізге келді. Сол аспаптың дыбысын естіп көрші. Шәмші Қалдаяқовтың «Өзіңмен арыстың» деген әннің орындауында болған. Осы виолончель деген аспап